Париж қаласындағы тыныш бір мектепте Сид өзінің досы Пьермен бірге қыздар тобын бақылап тұрады. Пьер оның мінез құлқына күліп жатады, өйткені жас жігіт жаңа келген қыз Энджиге шын жүректен ғашық болып қалған еді. Қызды әсерлендіргісі келген Сид скейтбордпен трюк жасап көруге бел буады. Жүгірісті сәтті аяқтағанымен ол қоқыс салғышқа соғылып құлап түседі. Бүкіл жағдайды күлкілі деп тапқан Энджи ұлдың скейтбордын қайтару үшін жақындайды. Сид орнынан тұрған соң, жаңадан келген қызға қала бойынша серуендетіп көрсетуді ұсынады. Қуанған жас қыз келіседі және Сидтен телефон нөмірін сұрайды. Бірақ жас жігітте ұялы телефон мүлдем жоқ екен. Тез арада Пьер досына көмекке келеді. Сид бұрынғы қарым-қатынасына байланысты ескі нөмірін жоюға мәжбүр болғанын айтады. Сондықтан Энджи екеуіне қош айтып, жаңа телефон алғанда хабарласуды өтінеді. Кешке Сид үйіне келеді, анасына маңызды бір зат сатып алуға көмек сұрайды. Кенеттенгі өтініштен таңғалғанымен, анасы қолындағы бар ақшасын ұлға береді. Қазір осы ғана бар. Түн қараңғы түскенде Сид қаладағы мейрамханаға ауысымына асығады. Кешіккені үшін бастығы оны ұрсып тастайды. Жағдайды шиеленістірмеу үшін Сид кешірім сұрап, шұғыл қажеттілігі үшін жалақысынан алдын ала бір бөлігін беруін өтінеді. Бірақ бастық мүлдем құлақ аспайды, оған 100 еуролық жалған банкнотты ұстатады. Келесі күні Сид ескі заттар дүкеніне барады да, арзан ұялы телефон бар жоғын сұрайды. Сатушы ондаған түрлі нұсқа ұсынады. Бірақ ұлда тек 30 еуро ғана бар екенін айтады. Сатушы біраз уақыттан бері сақтап жүрген бір құрылғыны алып шығады. Сид оның толықтай жекелендірілген телефон екенін көріп қатты қуанады. Сатушы құрылғының барлық сипаттамаларын тізіп шығады. Тіпті бастапқы бағасы 500 еуро болғанымен 30 еуроға беретінін айтады. Сид ойланбастан сатып алады. Бірақ телефонды қолына алғанда ол жұмыс істемейтінін байқайды. Сатушы күліп, оны көрсету үшін ғана пайдалануға болатынын түсіндіреді. Ашуланған Сид телефонға қарап тұрғанда кенеттен ол шырылдап қоя береді. Екеуі де таңғалып қалады. Сатушы телефонды тартып алмақ болады, бірақ Сид жылдамырақ болып, дүкеннен қашып шығады. Бірнеше минуттан кейін Сид мектеп ауласында Пьермен кездеседі. Энджиді біраз бақылап тұрып, досына жаңа телефонын көрсетеді. Қыздың нөмірін аламын деп сенімді. Ол топқа жақындап, енді жаңа телефон бар екенін, сөйлесе алатынын айтады. Бірақ қыздар құрылғының түріне таңғалып, ұлды мазақ етеді, Энджиді ертіп кетеді. Энджи оның қаржылық жағдайын төмендетіп сөйлейді. Пьер досын жұбатып, олар тек алтын қазушылар ғана дейді. Екеуі бірге мектеп зертханасына сабаққа кіреді. Виржил және оның бұзақы тобы Сид пен досын мазалай бастайды, бөлменің ортасында төбелес шығады. Мұғалім тез арада келіп оқушыларды тыныштандырады да, сабағын жалғастырады. Сабақ үстінде бұзақылар Сидті әрі қарай мазалай береді, Энджи мен оның құрбылары күліп тұрады. Сол сәтте Сидтің телефоны өздігінен іске қосылып, нөмір теріп жібереді. Энджидің досы Марго қоңырауды қабылдайды. Таңғалып, кім екенін сұрағанда демонистік дауыс естіледі. Дауыс оның әрекетін бақылай бастайды. Марго жұмыс үстеліндегі бензин оттығын қосады да, досы Клементиннің шашын өртеп жібереді. Клементиннің шашы жанып жатқанын көрген Энджи үрейлене айқайлайды. Зертханада дүрбелең басталады. Оқушылар қашып, мұғалім өрт сөндіргішпен өртті сөндіреді. Кейінірек мектеп директоры Марго мен тергеушімен сөйлеседі. Тергеуші қоңырау түскен нөмірдің жасырын екенін, ізі жоқ екенін анықтайды. Ештеңе істей алмай тергеуді тоқтатады да, оқушыларды қоя береді. Келесі күні Сид бөлмесінде отырып, Энджиге деген махаббатын өз-өзіне айтып отырады. Кенеттен телефоны Энджимен белсенді видео қоңырауда тұрғанын байқайды. Өзі қыздың нөмірін білмесе де, қоңырау жалғасып тұр. Қыз әдеттегідей сөйлейді. Сид оны кездесуге шақырады. Сосын ұялып қоңырауды өшіреді. Телефонның интерфейсін қарап, алдыңғы күні Маргоға қоңырау шалғанын көреді. Ол неге болғанын түсіндіруге тырысады. Сабақта Марго Клементиннен кешірім сұрайды, бірақ қыз кешірмейді, елемейді. Сид пен Пьер жұмбақ қоңырауларды талқылай бастайды. Мұғалім ашуланып, бір баланы бормен ұрады. Сидке сұраққа жауап беруін бұйырады. Демонистік телефон экранға дұрыс жауапты шығарады. Сид жауап береді.
Мұғалім ұлдың телефонмен алдап жатқанын ойлап, құрылғыны лақтырып тастайды. Сабақ аяқталғанда Сид жүгіріп барып телефонды алады. Оның үстінде бір тырналық та жоқ екеніне таң қалады. Түнде мұғалім сыныпта жұмыстарды тексеріп отырғанда, демонистік телефоннан қоңырау түседі. Ол гипнозға түседі. Таңертең Сид оянып, телефоннан проекцияланған туған күн тортының голограммасын көреді. Қуанып, қиялдағы торттың шырағын үрлеп сөндіреді. Телефонның ерекше функциясына қатты қуанады. Бірнеше минуттан кейін Пьердің үйіне барады. Екеуі мектепке бірге жүреді. Жолда телефонның ерекше қабілеттерін талқылайды. Профессордан құтылу үшін көмек сұрауға шешім қабылдайды, өйткені Сидтің туған күнін детенцияда өткізгісі келмейді. Телефон мектеп хатшысына хабарласады. Сидтің дауысын профессор Мазердің дауысына өзгертіп жібереді. Сид детенцияны алып тастайды, сонымен қатар мектеп асханасының мәзірін дәмдірек етіп өзгертуді бұйырады. Ол өзінің телефоны сиқырлы зат екенін түсініп, қатты қуанады. Қызыққаны сонша, телефон тағы не істей алады деп ойлайды. Екеуі қаладағы скейт дүкеніне барады. Өздеріне дөрекілік жасаған сатушыдан кек алады. Телефонның күшімен сатушыны әртүрлі жануарлардың дауысын шығарып, дүкен ішінде домалап, бәрін қиратып жүруге мәжбүрлейді. Сосын бірнеше сөмке зат алып, дүкеннен шығады. Енді бәрін істей аламыз деп түсінеді. Сол уақытта мектептің бір тазалықшы әйелі мұғалімнің бөлмесіне кіреді. Мұғалім еденде жатыр, аузында ондаған бор сынығы бар. Әйел үрейленіп байқайлайды. Мұғалім денесінен қатты бор бұрқағын атып шығарады. Әйел одан бетер үрейленеді. Кешке түнгі клубта жігіттер өздеріне жамандық жасағандардан кек ала береді. Бірақ Пьер досынан телефонды отбасылық мәселе үшін сұрайды. Сид ұнатпайды. Телефонды ұстатпақ болғанымен, құрылғы Пьерге жұмыс істемейді. Пьер ашуланып, телефонды су стақанына лақтырып кетіп қалады. Сид наразы болады. Келесі күні достар кездесіп кешірім сұрап татуласады. Кенет Пьер бұзақылар өзінің анасының жалған суретін қабырғаға іліп қойғанын көреді. Барлығын тоқтату үшін жүгіріп барып суретті алып тастауға тырысады. Сол кезде екі мотоциклші Энджидің айподын ұрлап кетеді. Сид скейтбордпен қылмыскерлерді қуады, Энджи де қосылады. Виржил де көлігімен көмекке келеді. Қуу кезінде Сид пен Энджи көліктерден әрең құтылады, кешігіп қалады, бұзақылар озып кетеді. Сид қысқа жолмен қоршап өтуге тырысады. Виржил жақындап келеді. Бірақ бұзақылардың бірі Сидтің телефонынан қоңырау алады. Дауыс оған рульді қатты ұстап, көлікті соқтығысуға мәжбүрлейді. Нәтижесінде топ құрылыс алаңында апатқа ұшырап, цементке көміледі. Сид пен Энджи жетіп келіп, қылмыскерлерді жығады. Энджи біреуін қатты ұра бастайды. Полиция келіп төбелесті тоқтатады. Сид оларды ұрылар деп айтады. Ұрылар үрейленіп қашады, полиция қуады. Командир жастарды босатады, олар айподты қайтарып алады. Келесі күні Пьер досын телефоннан құтылуға көндіруге тырысады, өйткені құрылғы барған сайын көп құрбан алып жатыр. Сид елемейді. Керісінше, тарих мұғаліміне қоңырау шалып, гипнозбен келесі тесттің жауаптарын алады. Пьер таңғалады. Кетіп бара жатқанда Виржил мен бұзақылар тыңдап тұрғанын байқап ұстап алады. Виржил жауаптарды айтқызады. Клементин Сид Энджиге жауаптарды уәде еткенін айтып қояды. Бұзақылар кетеді. Оқушылар тест жазады. Мұғалім ұятты киімде тұр, Сидтің гипнозының арқасында. Күннің соңында Сид пен Энджи мектеп ауласында әңгімелесіп, бір-біріне жақындай түседі. Энджи оны киноға шақырады. Сид қуанып келседі. Кездесуге дайындалып жатып, тіс түзеткішін шешіп тастайды, өзіне сенімді болады. Бірнеше минуттан кейін Пьер келіп, сол күні үлкен AC/DC концерті барын еске салады. Сид бара алмайтынын, Энджимен кездесуі барын айтады. Пьер қатты қайғырып, досын енді танымайтынын айтады. Сид өз шешімінде қалады. Пьер олардың отбасылары да қиындықтарды бірге көтергенін, сондықтан әрқашан қолдасқанын еске салады да кетіп қалады. Сид қайғырғанымен кездесуге дайындала береді. Анасымен сөйлесіп, ол жұмысы үшін марапат алғанын, ұзақ жылға адалдығы үшін бағаланғанын айтады. Сид қуанады. Қоштасып, анасы ұлына Энджимен тамаша кездесу тілеп қалады.
Сатымен түсіп келе жатқанда көршісінің баласы оның костюм пиджагын ұстап, ойнауды өтінеді. Сидтің қолы шоколадқа былғанып тұрғанын көріп, ашуланып, баланы қуып жібереді. Анасы бастығы түнгі ауысымға рұқсат бергенін сұрайды. Сид маған бәрібір, келіссе де, келіспесе де жоғалсын, деп айқайлайды. Телефоны бұл сөзді естіп қалады. Мейрамханадағы басты қоңырау алып, гипнозға түседі. Ас үйде басын әртүрлі ингредиенттермен жауып, сосын қуыруға арналған үлкен ыдысқа басын тығып, жерге құлап, жан тапсырады. Сид Энджидің үйіне келеді. Қыздың әйгілі скейтбордшы Майк Буллеттің қызы екенін біліп, қатты қуанады. Екеуі телефонның көмегімен сатып алған спорттық көлікке мініп кездесуге жүреді. Қала бойымен өтіп бара жатқанда Виржилдің көлігін көреді. Ол Энджидің әкесінен ұрланған көлік екен. Бұзақылар ашуланып, оларды қуа жөнеледі. Кинотеатрда қорқынышты фильм көріп отырғанда Сид телефонды көлікте қалдырғанын есіне алады. Жүгіріп бармақ болады, бірақ Виржил мен достары шабуылдап көлікті қайтарып алады. Сид жерде жатып қалады. Бірнеше минуттан кейін Энджиге оралды да болғанды айтады. Бай болып көрінгісі келгенін мойындайды. Энджи ондай нәрсеге мән бермейтінін, кездесуді жалғастырғысы келетінін айтады. Фильмді көре береді. Сид телефонды қайтармағанына алаңдамауға тырысады. Қала ортасында Виржил мен достары ұрланған көлікті қайтарғанына қуанып тойлайды. Франклин телефонға қоңырау түскенін көріп, Сидтің өміріне тағы кедергі келтіру үшін жауап береді. Бірақ ол тағы да гипноз болады. Дауыс оны көліктің терезесінен лақтырып жібереді. Жолға құлап, тұра алмай жатқанда жүк көлігі соғып, өлтіреді. Ал Сид пен Энджи фильм аяқталған соң кинотеатрдан шығады. Екеуін полиция тоқтатып, учаскеге алып кетеді. Виржил мен Дэвид ашуланып, қаланың бүкіл тәртіпсіздігіне Сидті кінәлайды. Полиция шиеленістің алдын алу үшін бұзақыларды босатады. Полицей Сидтен ұрланған көлік туралы, адамдарды қалай басқарып жүргенін сұрайды. Куәлік айтқызбай тұрып, үстелдегі телефон шырылдайды. Полицей жауап бергенде гипнозға түсіп, тергеу қағаздарын жыртып тастайды. Жұпты ешқандай жаза қолданбай жібереді. Шығып бара жатқанда Сид полицейлердің бастығының өлімі туралы әңгімесін естиді. Телефон өз өміріне байланысты адамдарды жоя бастағанын түсініп қорқады. Энджиге қош айтып, мәселені дереу шешуге бел буады. Телефонды сындырмақ болады, бірақ ештеңе шықпайды. Жаңа идеямен катакомбаларға барып, телефонды 160 метр тереңдіктегі құдыққа лақтырып тастайды. Келесі күні Энджи атанасы сапарға кеткен соң, достарымен подвалға жиналып, шабуылдардың себебін зерттейді. Бар ақпаратты жинап, телефон өз бетінше әрекет етеді. Сид оның құрбаны ғана деген қорытындыға келеді. Ал Сидке экскаваторшылар келіп, түнде жоғалтқан телефонды тауып алғанын айтады. Ол енді ол затты қаламаса да, адамдарды қауіпке қойғысы келмей, телефонды қайталады. Көп ұзамай Пьер келеді. Досының ашуы басылғанын, нағыз кінәлі телефон екенін түсінгенін айтады. Сол сәтте телефон шырылдайды. Оны жою үшін Сид Пьерге: «Мен өзімді басқаша ұстасам, вазамен ұр» дейді. Телефонға енді бұлай өмір сүргісі келмейтінін айтса да, жауыз құрылғы кетпейді. «Егер сені сүйетін ешкім қалмаса, мені одан да көп жақсы көресің» дейді. Қоңырау аяқталады. Сид ештеңе сезбейді. Бірақ Пьер үрейленіп, досын ұрып жібереді. Сид құлап түседі. Телефон қайта шырылдайды. Клементин жауап беріп қатты жылайды. Бірақ ол әзіл екен. Қоңырауды досының анасы шалып, пештен табақты алып қоюды өтінген. Бірнеше минуттан кейін топ ас үйде әңгімені жалғастырады. Марго анасынан қоңырау алады. Бірақ ол телефоннан келген жалған қоңырау екен. Телефонды Виржилге ұстатқан соң, Марго пышақтарды алып, өз денесіне бірнеше рет соғып жібереді. Барлығы үрейленеді. Марго ауырса да тоқтамай өліп құлайды. Виржил қайнап тұрған қазанды алып, Клементинге лақтырады. Қыз ыстықтан өліп, мүсінге айналады. Дэвид Виржилді табақпен ұрады. Бірнеше рет ұрып, Виржилді де өлтіреді. Бұл қорқынышты көріністі көрген Энджи есеңгіреп қалады. Телефоны шырылдайды. Қолы жетпей тұрғанда ит ұрлап алып, дауыспен иемденеді. Дэвид итті тыныштандырмақ болады, бірақ ит оны қатты тістеп алады.
Энджи үрейленіп екінші қабатқа қашып жасырынады. Кейінірек Сид пен Пьер Энджидің үйіне келді. Қыз өз анасының шабуылына ұшыраған. Екеуі анасын скейтбордпен ұрып құтқарады. Топ отбасылық гидравликалық преске барады, телефонды ұнтақтау үшін. Бірақ Виржил жолдарын кесіп, итті өлтіргенін айтады. Сид Виржилді ұстап тұрады. Пьер мен Энджи преске жүгіреді. Телефон пароль сұрайды. Олар парольді табуға тырысады. Сид Виржилмен күреседі. Виржил тізе арасынан электрлік шынжырлы ара алып шабады. Бірнеше әрекеттен кейін престі іске қосады. Телефон ұнтақталып жатқанда Сид Виржилдің соққысын бұрып жібереді. Соққы престің электр бөлігіне тиеді. Виржил тоққа түседі. Сонымен қатар телефон ұнтақталғанымен әлі жұмыс істеп тұрғанын көреді. Топ мектепке қашады. Химиялық заттармен жою үшін мұғалімнен көмек сұрамақ болады. Бірақ телефон қалпына келіп, директорды бақылап алады. Директор мұғалімді қоңырауға мәжбүрлейді. Ашуланған Энджи мұғалімді скейтбордпен ұрып құлатады. Бірақ кеш болады. Энджиді зертханадағы бір ыдысқа мәжбүрлеп салады, денесі жойылады. 3 жігітке иемденілген адамдар тобы шабуыл жасайды. Олар қашады. Мектеп қоршалған. Зертханаға жабылып, телефонды сұйық азотпен тоңазытпақ болады. Директор оянып топты тоқтатуға тырысады. Иемденілгендер есік терезені бұзып кіреді. Энджи телефонды азотқа батырмақ болады, бірақ директор өз қолын кесіп тастап, телефонды алып қояды. Барлығы студенттерге шабуыл жасайды. Құйын ішінде Пьер телефонды алып, азот ыдысын досына лақтырады. Бірақ телефон Пьердің құлағына жақын тұрады. Демонистік дауыс оны бақыламақ болады. Пьердің ерік жігері жеңеді. Ол телефонды азотқа батырып, өшіреді. Бірнеше уақыттан кейін үшеуі иемденілген денелердің тауының ортасында оянады. Сид Пьерден қалай істегенін сұрайды. Пьер бүкіл уақыт құлаққап киіп жүргенін айтады. Қарғыстан құтылғандарын түсініп, қуанып құшақтасады. Бірнеше уақыттан кейін үшеуі мұхит пен кемемен жүзіп барады. Азот ыдысын суға лақтырып жібереді. Енді ешбір адам демонистік телефонның қолынан зардап шекпесін деп шешеді.